Баршаңызға сәлем, қалайсыздар? Бұл менің аудиоблогымның эпизоды. Бүгін жазылып жатқан эпизод ерекше. Алдыңғылармен салыстырғанда, өйткені мен қазір ас үйде отырмын. Ас үйде менің әйелім Роза бар. Екеуміз баламызды бақшаға апарып тастап, қазір таңғы ас ішейін деп отырмыз. Және таңғы аста мен Розадан кішігірім сұхбат аламын. Аз-маз талқылау болады ішінде. Розаның телефонда бір қолданба бар. Mom Life деген. Қолданба ерекшелігі, оны мен, егер Роза маған айтпаса, мен білмеймін оны. Ондай бар екен, ол не ішінде қандай болып жатады, дым білмеймін. Оны әдетте ешкім де білмейді деп оны. Оны сіз Instagram сияқты біреудің профилінен бір жақтан ештеңке көрмейсіз. Ол сондай жабық, сондай бір қызық бір қолданба. И ол жерде көбіне балалы әйелдер отырады. Балалы әйелдер. Мен тек қана әйелдер деп айтайын дегенмін. Жоқ, көбінесе балалы әйелдер. Өзі аудиториясы сол ғой. Бала туралы ғой. Сондай қолданба. И мен Розаға сол туралы айтып берші деп сұрадым. Сұрауыңа не себеп? Сұрауыма себеп мынандай. Мен тыңдайтын бір подкаст бар ағылшын тіліндегіші. Reply All деген. Соның ішінде бір эпизод тыңдадым да, ол эпизодта докторларға арналған Instagram туралы айтады. Прикинь, сондай жабық. Сендердің Instagram парақша ма? Жоқ. Instagram сияқты қолданба, бірақ тек қана докторлар ғана отыратын. И ол жерге докторлар өздерінің алдына келген пациенттердің андай суреттерді салады екен, неше түрлі, короче. Бірдеңке сынған, біткен, сөйткен, бірдеңкесі кіріп кеткен, тырнағы үзіліп қалған деген сияқты сондай. И сол жерде бәрі отырып, сол суреттерді талқылап, прикол ұстап отырады екен да. Кішкене де болса жұмыстан көңілін аулау мақсатында шығар. Мен сол эпизодты естіген кезде бірден Mom Life туралы ойладым. Қазір мына микро толқынды пеш жұмысын істеп бітсін, ары қарай жалғастырамыз. Айтпақшы, бұл эпизодты жазудың идеясы баяғыдан бар. Бізде Роза екеуміздің егіз лебіз деген подкастымыз болған. Байқұстың бір-ақ эпизоды шықты. Одан кейін болмай қалды. Екеу шықты. Екеу ма? Сондай сияқты. Үшім, короче, ол көпке ұзаққа бармады. Өйткені ол кезде біздің баламыз тым кішкентай еді, сондай еді. Ау. Әкеліңіз. Келіңіз. Mom Life туралы. Сөйледі, сонда батыр сөйлегенде. Қысқасы былай. Мына не істейін? Маған жақындаса? Білмеймін, сені саған алдым. Сен жақындасай. Шайдың дыбысын ше, бет каса тұрыңыз. Асымыр. Шай ішіп жатырмыз. Тағы. Қиылды. Өстіп қоя саласың. Мен мына неде құлаққапта отыра беремін, щоб мына дыбыстарды жалпы контрольда ұстау үшін жарай ма? Бақылау үшін дей ма, қалай қазақша? Сәлем. Құлпырған әлем. Қалайсыздар? Мен бүгін қасиетті жұманың таңында сіздерге айтып берейін. Қысқасы, 2020 жылы пандемияның кезінде мен айғанымға аяғым ауыр болды. Сосын босануға бір 3-4 ай қалғанда ма, көршілердің чатынан әлде қай жақтан, көршілердің чатынан бір көрші сондай шақыру жіберді. Мына жерге тіркел, маған қосыл, мен достарым қатарына деп бір әптің сілтемесін жіберді. Мен жай аша салдым, сөйтсем бірдеңе жазып жатыр, анау баламның тісін шықпай жатыр, сосын тағы түнімен ұйықтамай шықтым деген сияқты бірдеңелер, сосын мынау дұрыс па деп жаңағы баласының дәретін суретін сақ қойған біреулер ше, мынау дәрігерге апарайын ба, соны маған бірінші әсерім өте онша ұнамады ол жер.
Ол кезде сен әлі Мен әлі босанбағансың. босанбағам. Сосын бірақ байқасам аяғы ауыр келіншектерде отырып кеңес сұрайды екен. Мысалға ауруханаға не алып барайын, не нәрсені апармай ақ қояйын деген сияқты. Босанғанда не істеу керек деген сияқты бір өздерін толғандырған сұрақтарды. Біз өкінішке қарай қазір сондай заманда өмір сүріп жатырмыз. Бәрі виртуал әлемде болып кеткен да. Сосын анау мынаудың бәрін енді сұрай алмайсың кімнен болса да. Ал мына жерде мен аноним түрде тіркелгенмін. Отырып алып сұрақтарымды қоя бастадым. Осылай мысалға анализім мынандай болып кетті, не істейін деген сияқты сұрақтарымды қоя бастадым. Сосын босанғаннан кейін осы қолданбадан шықпай қалдым ғой. Өйткені бірінші рет босанып тұрсың, тәжірибе жоқ, бұрын соңды мен ешкім баласына қарамағам. Жалпы кішкентай балалармен мен байланысым аз болған, өте аз болған. Өзіммен өзім жүрген адаммын ғой. Сол сөйтіп ананы сұрайым, мананы сұрайым. Сосын әсіресе бұл қолданба маған мен енем 40 күннен кейін баланы 40-ынан шығарып кетіп қалды. Сосын сол кеткеннен сәл уақыттан кейін күйеуім жұмысқа шығып кетті. 6 күн бойы жұмыс істейтін, кешке дейін, түнге дейін, сон 6 күн бойы кешке дейін мен бір өзім отыратын. Сол кезде енді маған өте күшті көмекші болды десем болады. Әсіресе бір есіме келіп тұрған өте бір сондай сәт. Мен бұрын аяғы ауыр әйелдердің және босанған әйелдердің осынша нәзік әрі кез келген сәтте жылай салатын сондай өте қиын шытынап тұрады ғой бір әйнектер, сол сияқты шытынап мөлдіреп сынайын деп тұратын өте әлсіз болатынын білмеппін. Ол гормондардың әсері, оны кейін білдім ғой. Әсіресе мен сол енем де кетіп, күйеуім де жұмысқа кетіп, баламен бетпе-бет жалғыз өзім қалған кезде өте бір қиын сәттерді бастан кешірдім. Бір депрессияның бір түрі деп ойлаймын. 4 қабырғада қамалып, дала болса қақап тұр, жаз болса шығасың ғой әйтеуір далаға баланы ұстап. Адамдардың бәрі үйлерінде отыр. Сол кезде мен өте бір қиналған кезде пост жазғаным есімде, сол жерге. Осылай мен далаға шыққым келеді, адамдарды көргім келеді, күйеуім болса жұмыста, кофехана, кафеге барайын десем баламен. Балам шыңғырып жылайды деп. Сол кезде балам сондай 2-3 айлық кезінде сондай болатын. Мүлдем таксиге мінсек те жылайтын, жалпы өзін дискомфорт сезінетін. Сол, ал мен енді қалай енді, сіздер енді ойлаңыздар. 27 жасқа дейін от души жүріп, қыдырып, оқитын оқуды оқып, ұйықтайтын ұйқыны ұйықтап, әлемнің түкпір-түкпірін аралап, енді өзіммен өзім жүріп қалған адаммын ғой. Мына жерде біртүрлі бір түрмеге қамалғандай күй кештім мен. Ол сен жалғыз өзің қамап қойса бір жөн ғой, қасыңа жылайтын, тілін түсінбейсің, бақырып жатады, шақырып жатады. Және кез келген уақытта ояна салатын, кез келген уақытта сенен сүт сұрайтын, мазасыз бір кішкентай адамды қосып қамап қойғанда. Сондай бір сәттерде маған Мамлайф өте күшті құтқарушы рөл атқарды. Бір өкінішті нәрсе бар, ол жерде негізінен орысша жазады. Қазақ қыздар да, басқалар да орысша жазады. Ол қолданба Ресейдікі меніңше. Және мен ол қолданбаға кірген кезде қазіргі мынау геосаяси шиеленістер басталмаған еді. Мен бірнеше рет қазақша посттар жазып көрдім. Қазақша посттар өкінішке қарай көбіне назардан тыс қалып жатады. Өйткені басым бөлігі орыс тілді да. Және сен ол жерде қазіргі жағдай солай ол жерде. Сен тезірек сен сұрағыңа жауап алғың келсе, мысалға, urgent мысалға, мына бала бүйтіп жатыр, не істейін деген сияқты сұрақ алғың келсе, жауап алғың келсе. Немесе бір жаңағыда крик души дейді ғой орысша, сондай бір жанайқайыңды айтқың келсе, соны көбірек адам естіп, көбірек адам саған мұңдасып, сырласқысы келсе, сондай ниетің болса, орысша жазасын. Өйткені
өкінішке қарай менің өте үлкен өкінішім әзірше қазақ тілі назардан тыс қалып жатыр ол жерде де. Бірақ өте сондай жанашыр қолдаушы әйелдердің ортасы бар ол жерде. Сол мен Астанада жиналып жатқан кештер болады, келіншектер кездеседі, шай ішеді, қыдырады, кейде тіпті балаларын тастап шарап ішіп, сондай бір жерге барып билеп қайтады. Мен әлі ешқайсысына барған жоқпын, өйткені әлі оған дайын емеспін деп санаймын, және мен ол жерде аноним түрде отырамын. Бетпе-бет танысуға әзір дайын емеспін. Сен барып өзің атыңды айтпай қойсаң болады ма? Білмеймін, менде әлі қажеттілік туған жоқ оған. Басында баламен қиналып кішкентай кезінде отырғанда мен кездесіп жүргім келетін. Баланы коляскаға салып алып, басқа мамалармен. Қазір менде ондай қатты қажеттілік жоқ. Сол, және осындай қолданбаның барына мен өте қуанамын. Өте көп, сосын қызық жағдайларды жазады. Ол жерде тек қана бала емес, мысалға енесімен қарым-қатынасын, күйеуімен қарым-қатынасын. Мысалға қаншама әйелдер бар, жазып жатады. Лудоман жігітпен тұрады, күйеуі сондай ойынпаз, ойыншы. Наркоман, күйеуі наркоман, немесе сондай бір тиран, абьюзер жігіт күйеулермен тұратын әйелдер бар. Соларға тегін психологиялық орталық бұл жердегі қыздар аямайды, бұл жердегі қыздар адекват қыздар көп. Шындықты прям кәдімгі бетіңе айтады, иә, сен қалай шыдап жүрсің, сен ана балаларыңды ойласайшы, сені бір күні өлтіріп тастайды деп, кәдімгідей бәріміз отырып алып ақыл айтамыз. Сосын деген далада қалып болған келіншектерге кеңес беріп, жаңағы аналар орталығына жатуға көмектесіп, неше түрлі жанашыр әйелдер бар. Экологияны құптайтын мамалар бар ол жерде, мысалға сұрыптап, қоқысты былай төк деп ақыл айтып отырады. Тамақ істейтін керемет кулинар келіншектер бар. Енді керемет жан жақты неше түрлі аналар бар. Бірақ тағы бір айтайын, ол жерде алаяқтар да отырады. Кәдімгі сеніміңе кіріп, мен мындай едім, сондай едім, ақша аударыңыздаршы деп. Мен түсінгенім ең әлсіз топта сондай аяғы ауыр әйелдермен бала туып отырған әйелдер, сосын ең бір жанашыр әйелдер де сондай бала туып отырып, өзі бір декретныйдан бір аз-маз ақша алып отырса да, соны алаяқтарға алданып үлгеріп атады ғой. Соны бірақ қазір уже Шерлок Холмс болған бәрі. Бірден не сұраймыз, суретіңді көрсет, құжатыңды көрсет деп, өткен талай алданып қалды осы жердегі әйелдер. Бір атақты Дана деген алаяқ бар, естіп отырсаң, Дана Лав. Сол Дана неше аккаунттан кіріп алдады ғой. Сөйтсе оны кейін білді, ол келіншек сондай өзі табиғатынан сондай несі бар екен. Алдауға, сұғанақтыққа бейімі бар келіншек екен. Да? Қанша теңге жасады жаңағы? Оны білмеймін, ол бір рет 3 қыздың мамасы болып тіркелді. Бір 2 жыл бұрын сөйтіп қанша ақша жырып алды. Одан кейін клининг жасайтын әйел болып тіркелді. Басқа бірнеше уақыт өткеннен кейін ол басқа әйел болып тіркеліп, қараңдаршы, мен күні бойы бәлем бөлме үйді жудым, маған мына хозяйка ақшасын төлемей жатыр деп жылап, еңіреп, соған мамалар ақша беріп, соны біз ақ бере салайық деп. Соңында ол сол Дана ма, Айдана ма, сол болып шыққанда сан соғып қалды. Қайықтан білдір ол сол болып шыққан? Бізде құдайға шүкір небір КМБ-дан бетер қыздар бар ол жерде. Отырып күдіктенген ғой. Сөйтсе ол ана хозяйка маған бермей жатыр деп, ол өзі Каспийден тварь бірдеңе деп, өзін тәтесінің Каспийінен өзіне жазып, сөйтіп отырғанда скрин салып отқан, міне маған жазып жатыр, мынау дәлел деп. Сол жерде ана Айдана деп тұра ма, Дана деп тұра ма, в общем, содан байқап қалып, біреудің есіне түседі. Бір жыл бұрын біреу бізді алдап еді ғой осындай деп барып салыстырып қараса, сол. Оның деген күйеуіне шықты қыздар. Мамасына звондады. Мамасы айтты, ол өзі сондай, мен ештеңе істей алмаймын. Сондай, табиғаты сондай. Соны біз қазір күлеміз, абайлаңдар бір күн Дана Лав қайтадан оралады деп ше. Меніңше сендер тағы бір қадайтын сияқты. Ол келеді, ол оралады. Өйткені ол не үйреніп қалған жер ғой. Негізі сол, иә. Сосын кейде, иә, білмеймін не үшін екен, кейде ер адамдарда тіркеледі бар ғой Мамлайфқа. Мен айта салайыншы осы жерде,
сен осы ер адамдарды менде идея болған типа кіріп қарап қойыңшы немене, но бір рет мен телефонымды жүктедім, сен көрдің ба көрмедің бе, телефонымды жүктедім, сол жүктелген күйі тұрды да содан бір күн алдым да өшіріп тастадым, болды. Маған білмеймін, әзірге бір соны сол жаққа кіріп қарап бір зерттеп көру деген бір мүмкін сен жаңағы сол жақта болып жатқан нәрселердің кейбіреулерін айтып беретіндіктен шығар, может. Сен қазір менен өстіп сүйсініп сұхбат алып отырсың ғой, кейбір кезде маған ұрсасың ғой сен. Не деп? Бар адам Мамлаевтар қыздар. Ол, мен саған айтайын, ол когда мынандай нәрсе, сен сол жақтан бірдеңкені үйреніп алып, мына жаққа андай ешқандай адаптациясыз ана жақта қалай жазып тұр, тура сөйтіп біздің өмірімізге енгізгің келгенде менің сол кезде ашуым келеді. Өйткені ол жақта күшті ақпарат айтады, бірақ ол тура сол жақта жазылғандағыдай түрінде біздің өмірімізге ене алмайды. Ол аз-маз өзгерістерге как минимум ол менімен талқылану керек та біздің өмірімізге енер алдында. Сол кезде солай болса да сен Мамлаевқа тіл тигізбе. Жоқ, мен Мамлаевқа әңгімем жоқ. Сен мені қандай қиын сәттерден алып шыққанын білмейсің. Біреуін айтып берші. Біреу. Бұл дәлел ретінде емес, мен күмәнім жоқ. Тек бұл жаңағы мына тыңдарманға және маған мүмкін мен естімеген әңгімелер бар шығар. Жаңағыдай сәттерде мына бір кейсті айтып бере аласың ба? Енесі ұрған ба бір келінді. Соңғы бір болған. Енесі ұрып, сосын оның күйеуі келіп ештеңе етпейді деген ба, не деген? Сосын оның папасы келіп алып кететін. Осы бір Астананың қызы ғой. Енді мен ашық айтып отқаным қалай кетті? Неше түрлі оқиғалар болады да, сонда бір келіншекті енесі ұрған, кішкентай баласы бар өзі. Жоқ, енесі емес, күйеуі қылқындырған. Бір айлық қызы. Енесі қорғамаған. Бір айлық қызымен тұрған кезде, қызын ұстап тұрғанда, қолында бір айлық бала, ойлаңыздар. Әйелдің қолында бар. Одан үлкен тағы бір баласы бар. Қаншада ол? 3-4 жастағы. Күйеуі қылқындырған ғой. Соны жазды, сол кезде оның ата-енесі де қорғамаған. Сол кезде қыздар деген өте қатты көмек беріп, мен ақыл айтып, кеңес айтып, ол қыз содан кейінен кейде бір сәттер болады ғой, адам өзі сондай әлсіз сәтте шешім қалай қабылдауын білмейді, өмір біткен сияқты көрініп тұрды. Енді ол қызға мысалы қалтасында ақшасы да жоқ, қайда барам деп, сол кезде соған бір қатты бір қолдау көрсетіп, сонда қыздар мен бекіндім, болды. Әкеме звондадым, әкем ертең ұшып келіп таңертең алып кетеді мен деп, бір түнде дайындалып, ертесіне әкесі келіп алып кеткен басқа қалаға. Бұл жерде мынандай мәселе, егер Мамлаев болмаса, ол келіншек жүре берер еді сол жерде. Ондай қыздар көп, келіншектер, ондай қыздар көп. Уже бір қыздар жазады, күйеуім ұрды дейді, сосын бүйтсейші сөйтсейші десе, тыңдамайды да. Қыздар тыңдамайды, келіншектер. Сосын сосын уже қыздар біледі ғой ана жерде. Сен уже 4-ші рет, сосын айтып отырады, оған айтпай-ақ қойыңдар, пайдасы жоқ, ол бәрібір қалады. Ода жертваның синдромы, құрбан ол деп. Ол өзі түсініп, басын көтермейінше біз ештеңе істей алмаймыз деп ше. Бірақ аналар келіп жалобысын айтады. Күйеуін жамандайды да, ертесіне жаным күдім деп отырады ше. Ол ұрады или бірдеңе істейді, абьюз жасайды. Анау сол кезде жаңағы жалбырсайды, ертесіне келіп сүйем, бақыттымын деп жазып отырды. Сондай. Қорғайды, еще күйеуін жамандап отырып, соны комментарийде қыздар, мынау деген абьюзер ғой, мынау деген мынандай ғой, сіз үйдеймеңіз деп ше, солай. Сондықтан да сосын о жерде қыздар андай қатты дәстүршіл аймақтарға, отбасыларға қарсы. Әйел адам құл емес, орамал тақпа, сәлем салма дегенді
өтіп қатты консерватив түрде айтпайды, дегенмен кәдімгідей көп нәрселерге көзіңді ашады. Сол жерде қыздардың оқиғалары көп нәрселерге көзіңді ашады кәдімгідей. Әртүрлі отбасылар бар екен ғой өмірде. Сосын тағы бір айта кетейін, бұл жерде әртүрлі синдроммен туылған, ауыратын балалардың аналары бір-біріне өте күшті қолдау жасайды. Бұл жерде кілең сондай түрлі, солардың өздерінің чаттары бар, бір-біріне қолдау береді. Сосын өкінішке қарай босанған кезде баласынан айырылып қалған қыздар да бар бұл жерде. Кәдімгі күтіп жүреді, ертең босанамын деп бәрін жазып жүреді да. Күн аптасын күтіп 39 апта болды, міне деп, соны мен босандым деп жазып жатады, сосын ертесіне жазады, мен деп айырылып қалдым баламмен деп. Ондай қыздар да бір-бірін қатты жұбатады. Олар өздерін айтады, періштелердің анасы деп атайды өздерін. Оларды оқып бір нетесін, мә шүкір ғой деп сөйтесін. Сосын мысалға бір қыздар бар жазады, мен күйеуге тидім, ешқашан жұмыс істемеймін, оқуды бітірдім ба күйеуге тидім, енді декреттен шығайын десем қайда барарын білмеймін, тәжірибе жоқ деп. Сондай уайымдарын жазады. Сосын сондай жұмыстағы әділетсіздіктерді жазады. Мен түсінгенім, осы балалы болғалы түсінгенім, біздің қоғамда әйел адамға дискриминация өте жоғары екен. Енді ер адамдарға да бар шығар өз несінде. Мен өз миыммен, теріммен сезінгенім сол дискриминация көп. Жасыңа қатысты, денеңе қатысты, түріңе қатысты, бала туған, тумағаныңа қатысты. Сол дискриминациялар өте шаршатады, және соларды осы жерде біз көп талқылаймыз. Жалпы осы қолданбаны тауып алғаныма, және ол жерде отыратыма, мен енді қазір сиреттім, бұрынғыдай емес, бұрын күндіз-түн отыратын, өйткені қатты қажет болды баламен отырғанда. Ал қазір енді балам өсіп, біраз бізде біліп қалдық кішкене қалай, не істеу керек деген, сол жағынан қазір қатты кіріп жүрген жоқпын. Бірақ енді босанатын қыздарға өте үлкен күшті, пайдалы жер десем болады, ол жер. Соны айтқым келеді. Мен ойлаймын да, мысалы, сен маған айтасың да осы қолданба туралы ше? Меніңше ол жақта отыратын көп әйелдер күйеулеріне айтпайтын сияқты. Айтады. Қойшы? Айтады. Күйеулер тіпті бүйтіп айтады екен. Ана бәрін білетін мамаларынан сұрап келсейші деп айтады екен. Бәрін білетін ағалар, мамам бол. Сұрап келсейші деп айтады екен. Сосын мамалайықта не деп жатыр қыздар деп кәдімгідей сондай. Сосын бір күлкілі оқиғалар болса, олар да күйеулеріне айтады ғой. Соны айтады, біледі, көбісі біледі. Енді ойла, декретте отырған әйел, күндіз-түні баламен, ол жерде бірнеше баласы бар әйелдер көп. Кешкісін күйеуімен сөйлескенде не туралы айтады? Ананы айтады, мынаны айтады, сосын мынандай екен деп айтады. Сосын жаңа мен сияқты саған мына жерге барайық дейді, мынандай алайық дейді. Қақтан көрдің оны, қайдан келіп миыңа десе, айтады, осында қыздар айтып жатыр. Қаншама пайдалы нәрселер алдым мен Мамлаевтағы қыздардың кеңесімен. Мысалға, мен тарақтың бір күшті бренді бар екен, мен оны білмейді екенмін. Италиялық тарақ. Янеке ма, Джанеке ма? Янеке деп оқылады. Мысалы, сол қыздардың кеңесімен сол жердегі, соны алдым сол жерде. Сосын балаға қатысты заттарда да, анандай коляска дұрыс па, мынандай соска дұрыс па, жөргектің қандай түрін алу керек, бәрін талқылайды, бәрін. Кәдімгі киімнің арзан нұсқалары, қымбат нұсқалары деген сияқты бәрін талқылайды. Сол жағынан да өте пайдалы. Сосын сол жерде баласына симей қалған киімдерін тегін беріп ататын қыздар да бар. Солай, енді сондай бір-біріне құрбы тауып атқан қыздар да бар, мысалға. Жұмыс тауып атындар бар? Жұмыс, Бұл кәдімгі бір комьюнити.
виртуальный камин. Маған мынандай ой келіп тұр. Жаңа мен осыны сенің сөздерін тыңдап отырдым да, мына бүйтіп ойладым. Мамаев бұл балалы ананың виртуалды жұмағы. Не деген? Келе ма? Иә? Но бірақ бірдеңе айтайын, кейбір адамдарға, кейбір осыны балалы әйел болсын. Иә. Бұл не қолданба өтпейді. Не мысалы құрбыларым қаншасын айттым, қаншасы кірді де. Кіріп, 2-3 ай пайдаланып кетіп қалғандар да көп. Енді әркім жаңа мысалға біреу Инстаграмнан шығып кетеді деген сияқты нәрсе ғой. Бұл жерде де мен қазір күнде кірем деп айтпаймын, бірақ мен қолданбаны қазір өшірмеймін. Өйткені кез келген сәтте керек болып қалуы мүмкін. Мысалға менің қызыма қазір алтын күзге мысалға сары қолшатыр сұрап жатыр, сары юбка сұрап жатыр билеуге. Мен барамда жаза салам. Мүмкін сол жердегі мамаларда бар шығар. Өткен жылдан қалған. Маған арзан бағаға сататын шығар мысалға. Сондай жағынан өте пайдалы. Мен шын айтайын, ол жерде көп жаза бермеймін да өзім. Жазсам да жаңағы ол жердің өзінің жұлдыздары бар кәдімгі. Топ мамалар бар кәдімгі. Сондай топ мама деген сондай несі бар, өзінің үздік ондығы ма сондай. Ол мамалар енді жиі жазады, қайда барғандарын жазады, не алғандарын жазады, кәдімгі жиі, кәдімгі күнде отырады десе болады. Мен ондай емеспін. Мен сол керек кезде кірем. Сосын кейде бір әңгімелер оқығым келіп кетсе, кіріп оқимын. Мен саған бір нәрсе айтайын, иә. Бұған дейін айтқан жоқпын саған. Бірақ мен сенде осындай нәрсе, осындай бір қауымдастығың барына мен қызығам. Менде сондай бір қауымдастықтың мүшесі болғым келеді. Ол міндетті түрде әкелер емес, жалпы адам мысалы мүмкін ол подкастерлер қауымдастығы болуы мүмкін, бағдарламашылар қауымдастығы. Күшті ғой, сен бір ортаң бар да, сен бір ортаң бар, сен ол жерде былай айтқанда свойсың да, сен сол жердің адамсың да, менде болған ондай. Мен колледжде оқыған жылдары біз андай нелерде отыратынбыз, чат болатын, сол чаттарда отыратынбыз, семья. Аська ма? Аська ол сосын ғой. Аськаның алдында кәдімгі вап интернет деген болған, сол жерде отыратынбыз чатта. Моби, бодр деген. Көрдіңіздер ғой, қай заманнан келатқан мамонт. Мен үшін Аськада мен отырмағам, мен Аськаның кезінде тіпті жас болғам. Мен Аськаның номерім есімде әлі. Қандай? Айтпаймын. Оны интернетке жазсаң, кәдімгі мен қай жерде қалай жазған бәрі шығып тұрады бірге. Бұрынғы қыздарыңмен не бар шығар, айтсақ? Мен ойлаймын, қазір ол Аськаның ішіндегі ақпараттың бәрі жойылған, бірақ егер сақталған болса, мен кіріп ішіндегі тарихтарды оқып көргім, тарих болғанда несін сақталған тарихтарды мен де оқып көргім келеді. Архивті оқып көргім келеді, и мен не жаздым, менің приколдарым ол бөлек әңгіме. Қазіргі әңгіме мына не. Бірақ сен жаңа қызығамын деп жатсың ғой. Мен бәрібірде Мамлаевтың өзім толыққанды мүшесімін деп санамаймын өзімді. Интересно, сен... Мен болашақта мүмкін кездесулерге барып, сөйтіп араласқаннан кейін солай санайтын шығармын өзімді. Дәл қазір мен аноним түрде отқандықтан ба олай санамаймын өзімді. Сонда офлайнда кездессем ғана мүшесі боламын, қазір мүшесі. Жоқ, мен өзімді сезінбеймін деймін. Мен мүшесімін. Бірақ жаңағыдай сен қауымдастығың бар. Я, мен виртуал түрде кеңес алып жатырмын. Мен маған өзімді толыққанды сезіну үшін солай. Мен жалпы болашақта өзім ойлаймын. Мен кездесулерге барып, араласып, мен есімде бір 2 жыл бұрын қызым кішкентай кезінде мен сол жерден құрбы тапқым келген. Өйткені өкінішке қарай тура менімен қатар босанған менің құрбыларым болған жақта. Тура менімен қатар ешкім босанбады ғой. Біреудің баласы үлкен, біреуінікі кейін туылды деген. Сондай тура менің қызыммен қатар адаммен сөйлескім келетін мен. Бірдей уақытта дамып келе жатқан бала болғандықтан, далаға шықсақ та сондай тіпті маған не жетіспейтін андай
жай шығып бір кофе ішіп қайтатын адам. Мен мысалға мен қалтамда ақша болды. Мен әлі күнге дейін айтам, маған бір несі, біз тұратын жерде, жап жақын жерде үйіме кофехана жоқ. Бір кофехана ашылды, ол маған ұнамайды. Бірден айтайын. Иә. Жақсы. Ол ұнамайды маған. Мен бардым бір-екі рет, ұнамайды. Бағалар жағынан да білмеймін біртүрлі. Маған кәдімгі мен қазір брендтерін атамай-ақ қояйын, бірақ бірді екілі қалада кең тараған кофеханалар болса, маған мен жаныма қатты ауадай қажет болды ше. Кәдімгі ауадай қажет болды. Таңертең тұрам, баламен шығып, жай ғана сіздер түсінесіздер ма? Күні бойы үйде отырған адам, 4 қабырғада араласатын адамы бір 3-4 айлық бала, дейтін бала, тілін де түсінбейсің. Сонымен отырады күні бойы. Адам бәрібірде бір нені аңсайды екен, андай адамдарды, араласқанды. Мен ешқашан солай болады деп ойламаппын. Декреттің бір құдіреті де сонда, адамға сондай бір әшейінде қалыпты нәрселер болып көрінетін нәрселердің қадірін түсіндіреді да саған. Мысалға, Құдай қаласа мен жақын арада жұмысқа қосылайын деп жатырмын. Мысалға, ұжымға қосылайын деп жатырмын қайтадан. Ол да мен үшін бір жаңаша экспириенс болайын деп тұр да. Өйткені мен осыншама уақыттан кейін, осыншама тәжірибеден кейін, енді өмірімнің бір трансформациясы ғой бұл да. Ұжымға қосылайын деп жатырмын. Сол үшін де маған ол бір айрықша сезіліп тұр да. Ал күнделікті сондай ортада, адамдардың ортасында, у-шудың ортасында жүрген адам бұның қадірін, бағасын біле ма, білмей ма, ол маған белгісіз. Мен сол жаңағы кофехана дегенім, сондай бір кофеханада бір кесе кофе алсам да, баламды ұстап отырып, бір жарты сағат болсын, басқа адамдарға қарап, күлкілі көрінсе де айтайын, мысалға даяшылармен сөйлесіп, бір өзіңді қоғамнан тысқары қалмаған адам сезінгің келетін сәттер болатын. Сондай кездерде мен сондай бір шіркін құрбы тауып алсам ғой деп енді тапқан жоқпын, қатты іздедім деп те айтпаймын. Бірақ дегенмен де осы жерден өзіне сондай құрбы, сырлас, жолдас, таңертең бірге коляскасымен далада серуендеп жүретін көрші тапқан қыздарды мен білем. Қай үйде тұрасың? Мына үйде. Көрші екенбіз ғой. Мынандай уақытта шығайық ертең деп. Керемет қой. Әлеуметтік желілердің дамыған жақсы, жаһандану деген жақсы. Біз қазір индивидуал қоғамға қарай бар жатырмыз, былай. Дегенмен де мынандай алып мегаполистерде адамдардың ішіндегі жалғыздық ұлғайып жатқан сияқты. Сондай. Қандай? Ішіндегі жаңағы одиночество в сети дейді ғой, роман ба бұл еді. Сондай, бізде бәрі керемет, үлкен қалаларда тұрамыз, бірақ сондай араластық азайып кеткен да. Сол жағынан мынау таптырмас құрал. Қауымдастық демекші есіме түсіп жатыр. Мен мына Алматыда көп кездестіргем, Астанада да бар сондай. Басқа өңірлерде де бар шығар. Мына жүгіруді ұнататын адамдар біріккіш. Байқайсың ба? Иә. Мә қатты біріккіш. Таңғы 5-те тұрып жүріп барады, түнгі 12-де жүріп барады. Бірінші қаңтар күні, жаңа жылдан бірінші қаңтар күні таңертең 7-те жүріп батып, бәрі бірігіп алып жүріп барады, мүмкін де олар шығар. Қатты біріккіш. Солар есіме түсіп кетті. Солар сонда осындай бір не бар, қажеттілік бар екен ғой сонда, оларда сонда бірігу деген сияқты да. Өзінің хоббиіңе байланысты. Менің жақындағы бір құрбым тұрмысқа шықты. Сол құрбым өзінің күйеуін кітап клубында кездестірген. Осы Астанадағы. Сондықтан да айтарым, адам өзінің хоббиіне қарай, жұмыстан кейін, демалыс күндері сондай кітап клубына барама, мысалға ағылшынша сөйлесетін орталар бар, сондай әртүрлі орталар бар ғой. Жиналып алып, тоқыма тоқитын сондай бір нелер бар, қауымдастықтар бар. Сондайға жиналып алып, бір хоббиің, ортақ қызығушылығың бойынша достар, таныстар іздеген дұрыс деп ойлаймын. Сол. Жақсы, күшті. Енді
бірталай қызық әңгіме айтылыпты. Әңгіменің бәрі неден басталды? Мамлайфтан басталған. Менде бір-екі сұрақ бар. Сол Мамлайфтың сенің ойыңша ең пайдалы функциясы ма несі? Сондай бір. Менің ойымша ең пайдалы функциясы, бірден ойыма келіп отқан нәрсе, ол бірінші рет босанып, бірінші рет ана болып отқан әйелді босанғаннан кейін шоктан кішкене де болса өмірге қайта оралтып, өзі сияқты басқа да мыңдаған, миллиондаған әйелдер бар екенін оған көрсетіп, сен жалғыз емессің деген месседжді жеткізу сияқты. Өйткені тыңдап отырған қыздар, келіншектер түсінер, босанғаннан кейін мынау не дейсің ғой? Мынау бір сырт көзге қоғамға әйел адам босанды, мінекей емізіп отыр. Міне ол, бақытты. Міне ол мама, ол бәрін білет. Баласы жыласа неге жылап жатқанын білет. Бірақ ол тура сен сияқты адам, ол дым білмейді. Ол оқыған шығар бірдеңелерді, бірақ практика жүзінде, іс жүзінде ол ештеңе білмейді. Ол бірінші рет мама болды, және оның денесі бір соғыстан кейін қирап қалған көлік сияқты болып тұрады ғой. Денесі қалпына келу керек, демалу керек, гормондар өз алдына олар ойнақшып. Сол кезде сен шок боласың да, мына жерге кіріп, сен сияқты қыздардың жазып жатқанын оқып, жалғыз емес екен бұл ғой деген ойдың өзі сен әйтеуір дегізеді. Әйтпесе осындай пипец нәрсе тек сенде болып жатқандай. Өйткені неге? Бізге әлеуметтік желілер алдамшы ғой. Әсіресе Инстаграм. 3 баланың бақытты анасы. Немесе жаңағы өміріме қош келдің қызым, біз сені сондай күттік деген тәтті суреттер, қырқынан шығару, перзентхананың алдындағы лимузинмен түскен бақытты суреттер. Ол бер жағы ғана да кәмпиттің сырты. Мына жағындағы өмірді білесің ғой, сен көрдік қой екеуміз. Мына жағындағы өмір. Сен түнімен ұйықтамауың мүмкін. Тісі шыққан кездегі жағдайлар, іші ауырған кездегі жағдайлар, колики дейді ғой. Ол енді деген бір роман жазуға болады да, ол тақырыпта. Сол үшін де мен өзім басымнан өткен қиын сондай жағдайларды құнсыздандырған жоқ, мен одан өттім. Және қазір сондай жағдайды басқа қыздар жазып жатса, мен міндетті түрде оларға жылы сөздерімді жазып кетемін. Бұл өте еді. Сен жалғыз емессің. Бәріміз де өттік, бәріміз де білген жоқпыз. Үйдің шаруасы күте тұрады. Балаңды құшақтап ұйықтап ал. Далаға шығып кел. Күйеуіңе айт, бұл менің ғана балам емес, сен де балаң. Күйеуіңе берді суға түсіп ал, ваннаға түсіп ал. Берді 1 сағат, жарты сағатқа жүгіріп барып бір жерден шай ішіп кел. Ол кезде балаға ештеңе болмайды. Ештеңе, 1 сағатта ештеңе болмайды. Күйеуің паника ұстауы мүмкін. Мен не істеймін, мен өзінің баласы ғой. Қасына сүтін анау-мынаусын дайындап кет. 1 сағатта күйеуің де өліп қалмайды, балаға да ештеңе болмайды. Деп сөйтіп жазамыз біз қыздарға. Бастан өткен нәрсе. Маған да кезінде жазған қыздар. Сол жағын, мен айтып отыр, көңілім босап кетті ғой. Мен прям көріп отырмын, сен сол состояние. Маған да жазған кезінде. Мен айтатын, мен далаға шыққым келеді, қыздар, не өмір, үйде отырғым келмейді. Күйеуім жұмыста, мен бүгін таңертең тұрдым да жыладым деген сияқты ше. Соның бәрінен өткесін, қазір біз соның басқа қыздар. Яғни бұл бір-біріне жанашыр әйелдер бір буын екінші буынға ақыл айтып, солай бірін-бірі сол состояниеден шығарып жатыр да. Және өте бір үлкен маңызды тарау бар. Босанғаннан кейінгі депрессия деген, постпартум депрессия деген. Бұл да біздің қоғамда әзірше көп айтылып жатқан жоқ, айтылып жүр, бірақ енді айтыла бастады. Ал шетелде кәдімгідей айтылады. Сол депрессиядан шығуға да
бұл жердегі қыздар көмектеседі. Сол үшін де айтарым, мамалар, қыздар, өзімізді ұмытып кетпейік. Біз 1-2 сағатқа бір жерге барып келгеннен ештеңе болып кетпейді, бәрі дұрыс. Сен жақсы мамасың. Маған еще бір ұнайтыны, ол жерде мынандай айтады, сен ең жақсы мамасың, өз балаң үшін сен ең жақсы мамасың дейді. Ол сөз өте қатты саған күш береді. Сен осы балаға мама болдың ғой, демек солай болу керек болды. Ол бала сені таңдап келді, былай енді мынандай әлем бойынша, ғарыштық жағынан алған. Сен ең жақсы мамасың, сенің балаң сені жақсы көреді деп. Сосын күшті айтпақшы, бала тәрбиесіне қатысты кітаптар ол жерде кеңес береді. Must have кітаптарын бірі де бірегей, ол ресейлік психотерапевт Людмила Петрановскаяның кітаптары. «Тайная опора» деген кітабы, көп кітабы бар, бірақ ең танымалы «Тайная опора». Сол кітапты оқып мен көп нәрсеге көзім жеткен. Сосын айтпақшы, Некрасов деген атамыз бар, ресейдікі. Соның «Материнская любовь» деген кітабы енді менің миымды жарған кітап болды. Бәлкім біреулерге ол олай әсер етпеген шығар. «Материнская любовь'ты кез келген ана оқу керек деп санаймын. Әсіресе ұл балалар болса, 2 есе қатты оқу керек сияқты. Біреу 2 рет оқып көру. Ананың баладан кіндігін ажыратуы деген тақырып. Яғни ана баласын тым қатты жақсы көрсе, тым қатты қамқорлық жасаса, ол баласының өміріне қалай кері әсер ететін туралы. Сол үшін де біз кейде, мысалға менде бұл бала, жаңа бір сондай философия бар ғой, бала менікі емес, бала Құдайдікі деген. Соның мүлігі ғана. Құдай берді деген. Сол жағынан сөйтіп қараса, шынымен де жеңілдеу болады екен да? Өйткені сен уайымдай бересің. Ана жерден құлап қала ма? Үйте ма? Бүйте ма? Маған айтыны Аллаға тапсыр деген тема. Аллаға тапсыру. Аллаға тапсыру. Мен қазір Аллаға тапсырып бақшаға беріп қойдым да, тыныш отырып, мен шынымен ештеңе істей алмаймын. Менің жанымда болса да жақсы болмайды, байлап жүрмейсің ғой жаныңда әрдайым. Сондықтан сен тапсырасың да болды деп. Мен өзімнің жағымда істеп болдым, және ана жаққа тапсырдым. Енді ол сол жақтың жауапкершілігінде деген сияқты сондай. Сол жағынан алғанда да жалпы өте бір дана, сондай тәжірибесі мол әйелдер көп ол жерде. Мәселен, күйеуі түрмеде отқан әйелдер бар. Біреуінің мысалы күйеуі әділетсіз кетті, енді солай айтады, әділетсіз түрде сотталды дейді. Біреуінікі енді заң бұзып дегендей. Олар бір-біріне қалай қолдау көрсетеді. Бір әйелдің күйеуі бір 6-5 баласы бар әйелдің күйеуі былтыр оралды, биыл оралды жазда. Бәріміз қуандық. Суреттерін салды ана күйеуінің, балаларын құшақтап отқан. Енді сұмдық. Қанша жыл отырып кетті? Білмеймін қанша жыл, көп емес. Бір 2-3 жыл деймін. Көп емес. Жоқ, қанша жыл дегенде андай, жоқ, Құдай сақтасын. Енді андай ондаған жылдар емес, уақытын ертерек босап шықты деймін. Ол әйел еще өзі енді босанып жатып күйеуіне посылка апарып жүрді түрмеге. Сондай нәрселер. Енді көп, мысалға, көзіне шөп салған әйелдер күйеуі. Кеңес сұрайды, айтады. Мен мысалға бүгін күйеуім көзіме шөп салды. Мен кәдімгі көрдім. Маған келесі қадамдарым қандай, маған инструкциясын жазып жіберіңдерші дейді. Содан өткендер дейді. Содан өткендер жазады. Былай істейсің. Сосын мынандай тақырып көп. Алименттен қашып жүр дейді. Қалай? Кәдімгі заң жүзінде айтады. Мынаған жазасың, мынаған бүйтесің, сөйтесің. Кәдімгі заң. Юристтер көп ол жерде. Кәдімгі сол әйелдерге көмек беріп, сол әйелдерге азғантай ақшаға көмек беріп, соларды соңына дейін жеткізетін әйелдер бар ол жерде. Ішінде шамамен бір подкастер келіншектер болса, мынаны естіп, ертең мамлайфты осын тауып отырады. Сондай. Сондықтан да әр адам өзіне керегін тауып жатыр ғой ол жерден. Айтпақшы, негатив те бар. Ішіндегі
қандай негатив? Енді өзінің ішіндегі өмірге деген көңіл толмаушылығын, көре алмаушылығын төгіп кететін әйелдер де бар. Біреуге барады да, мысалы, әп-әдемі суретіне, иә, сенің балаң мұндай деген сияқты, сен иә, неме түріңді салып отырсың деген сияқты, ондай да бар, кездеседі. Бірақ енді ондай неадекваттар көп емес. Олар өз-ақ тазаланып отырады олар. Сондай. Сол үшін де, иә, сол күшті. Осы нені эпизодты естіген қыз-келіншектер жүктеп алды делік, қолданбаны жүктеп алды. Қандай жалпы бірінші қадам ба, сол туралы не айтасың? Қазір ол бірталай ақпарат алды енді, иә? Не істеп бастау керек? Мүмкін бір принциптер бар ма? Жоқ, енді сіз бірінші өзіңізге шешім қабылдаңыз. Аты жөніңізбен отырасыз ба, әлде аноним отырасыз? Маған мысалы қазір аноним отырған комфорт. Сен болашақта деанонимизация жасау мүмкін ба? Мүмкін, болашақта, иә. Сондай, мен бірақ аноним отырғанмен барлығын шынайы жазам, оқиғалардың барлығын шынайы жазам. Мүмкін сен аноним отырғандықтан? Мүмкін, иә. Бірақ кейбір қыздар мысалы былай өзін аты жөнімен Бәленше Түгеншеева 89 деп ше. Фамилиясымен тіпті жылына дейін жазып қояды. Қанша баласы бар, бәрін жазып, аттарына дейін жазып, балаларын суреттерін салады. Ол енді өзіңіздің мәселе. Кіргеннен кейін, егерде алдымен бір қарап шығуды ұсынамын мен. Сол қолданбаны ақтарып, қай жерінде не бар, не істеп жатыр. Айтпақшы, өз жерде сейл дегенде бөлімі бар, сол жерде киімдер, нелер сатады, сатуға бар. Тіркелмей қарап алған? Тіркелмей болмайды ғой деймін, мен ұмытып қалдым. Сол қарап алып, сосын егер өзіңіз мен келдім деп, мен сіздің кіргеніңізді көргенін қаласаңыз, өзіңізді сондай таныстыру постын жазыңыз. Жай ғана бір емес, сәлем, қалайсыңдар? Бір қызықшы, өзгеше, қызықты, өзгеше бір сондай бір фактілермен күшті қылып жазсаңыз, бұны неге жазып жатырмын? Ол жерде пост көп, сосын сондықтан да ол жерде танымал посттар деген бөлімі бар. Сол танымал посттарға бір 10 шақты пост кіреді. Яғни сол күні, мысалы, бүгін жазылды ма, бүгін көп оқылған, көп коммент жазылған посттар танымал постқа кіреді. Көп талқыланған, трендке шығады, иә. Трендке шығады. Мен өзім уақытым жоқ, көбіне уақытым жоқ, трендке кіремін да, трендтегілерді оқи саламын мен көбінесе. Ал егерде лентаны былай қолмен ашып отырсаңыз, жоғары төмен сырғытып, онда көп уақытыңыз кетеді. Сол трендке іліну үшін сіз сондай бір өзінің бір ерекшелігі бар, сондай бір күшті, бір сүп-сүйкімді, бір адамның назарын аударатындай пост жазғаныңыз дұрыс. Сол жақсы ниетпен барсаңыз, жақсы ниетпен қабылдайды ол жерде сіздің мамалар. Енді әйелдің жанын әйел түсінеді ғой негізі. Сол, мен айтарым сол, мен бүгінгі блогқа қатысқаныма қуаныштымын. Бүгінгі подкастқа десе. Бүгінгі подкастқа, аудиоблог емес па? Бұл менің аудиоблогымның эпизоды. Жарайды. Қаршы. Сол, сізге көп рахмет. Бұйырса, неге жұмысқа шығайын деп жатсыз, қадамыңыз құтты болсын. Рахмет көп. Мен қуаныштымын. Мен неге қуанышты екенімді оны білесіз. Мен Мамлайфқа, сен рахмет айтып жатсың ғой. Мен рахмет айтамын Мамлайфқа. Неге? Шегетсіз. Расымен мен бір тақырыптар бар, біз әлі ашып прям бүйтіп эпизод айтпайтындай. Бірақ сол үшін де жалпы саған мен көрсете алмаған қолдауды саған көрсеткен үшін де, бізге бірталай көмектескен кеңестер үшін де қаншама сәттер болды ғой, мысалы бала ауырып жатқанда, мысалы сен бір нәрсе ізде дейсің, сосын Мамлайфтан сұрай салшы дейсің, мен сұраймын да саған айтам, ол былай екен. Мысалға біз былтыр Грузияға ұшатын болдық, мен ойлардан сұраймын, Мамлайфтағылардан сұраймын. Бізде баланың мысалға паспорты дайын емес. Әуелі билетті ала беріңіз, сосын паспортын дайындай саласыз деді. Сосын немесе 5 жасқа дейін балаларға коляска кез келген әуе компаниясына тегін алып жүру.
әуелениясына, иә, мысалға мен оны білмеймін, мен оған ақша төлеймін деп жүрмін да. Сондай, әрине бұл ақпараттар интернетте де болуы мүмкін, бірақ ана тез жаза қойсаң тез жауап бере қояды да ол жердегі мамалар. Сол жағынан өте құтқарып кәдімгідей. Жақсы. Сол, рахмет көп. Егер сіздерге осындай бәрін білетін мамаларым аман бол. Егер сіздерге осындай форматтағы эпизодтар ұнаса, бір фидбек беріп жіберіңіздер. Түсінейік осындай не екен. Негізі мен білем, Розамен өте талқылайтын тақырып өте көп. Бірақ келіспейді ше. Келіспейді. Мен айтпаймын ол туралы ешкімге. Үйде талқылаймыз, ол жазу да мүмкін, бірақ оны былай сыртқа мындай шығарып талқылаудан көбіне бас тартады. Мынаған келіскеніңе рахмет. Негізі бар ғой, мен бар ғой, әлеуметтік желілерге келсем, өз парақшамды белсенді түрде жүргізсем, мен кәдімгідей қазір танымал адамға айналатын адаммын десең, енді өзіне көп алып жатыр деп ойламаңыздар, бірақ шынымен де көп нәрсеге қатысты пікірім бар да мен, бірақ оның бәрін айта беруге мен құлқым жоқ, білмеймін неге екенін, талқылауға энергия. Күйеуіме айтам, үйде талқылаймын, мүмкін қыздармен талқылаймын, болды. Әлеуметтік желіде өзімді өте бұқарадан қашатын сияқты. Мен сондай бір белгілі бір сондай нәрсе бар ішімде, бәлкім ол уақытша нәрсе шығар. Сондай адамдармен, қалың көпшілікпен контакттан, байланыстан қашатын сияқтын, сондай. Бәрі уақыт алады, бәрі сондай бір энергия алады, әрине. Мысалға, Фейсбукқа пост жазсам, мен бір күнде бір жасам, бәрібір де ол сенің назарыңды алады да, кім жазды екен, кім не деді екен, талқылайды ма екен деген сияқты ше. Ешқандай реакция тудырмай, ана пост елеусіз қалып қойса, неге ондай болды деп. Бұның барлығы зерттеліп тастаған тақырыптар ғой. Әлеуметтік желінің адамға деген ықпалы орасан өте қатты, әсіресе психологиялық жағынан. Сол үшін демекен мен осындай бір әзірше осындай тыныш өмір салтын таңдадым. Сол үшін де түсіністікпен қарарсыздар. Әңгіме ұнаса, маған міндетті түрде фидбек беріңіздер. Өйткені ол маған мені қанаттандырады, бәлкім мен ашыла түсетін шығармын содан кейін. Сол, сау.